Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен бірге мен Ғани Байсал, сіздер менің YouTube каналымды тамашалап отырсыздар. Біз бүгін кішігірім бір тәжірибе істейтін боламыз. Яғни, ол тәжірибе не жайында? Өздеріңіз жақсы білесіздер, қазір Қазақстанда газдың бағасы қымбаттады, машиналар құятын. Сондықтан бензин мен газдың айырмашылығы шамамен 120-40 теңгенің төңірегі болып қалды. Енді газбен жүретін жігіттер айтып отыр, қазір мен бензинге ауысып кеттім толығымен, себебі газбен жүру кішкене сәл экономичный болмай қалды дейді. Біз соны тексеретін боламыз. Газбен бүгін жүреміз, бұйырса қазір полный бак газ құямыз. Полный бак газ құйғаннан кейін кешке дейін бір 100 км жүретін шығармыз. Сол 100 км-дің ішінде қайтадан полный бак газ құямыз. Қанша литрға газ құйдық, сонымен ертең бұйырса бензинмен жүреміз. Соны екеуін салыстырамыз. Айырмашылық қаншалықты бар, жоқ, бұйырса видеоның соңында тамашалайтын боламыз. Лүпіл басып, каналға тіркеліп, өз пікірлеріңізді жаза берсеңіздер болады. Бұл видео түсіріліп жатқан күн 2 қаңтар 2022 жыл. Тура 2022 жылы газдың бағасы 120 теңге, 95 бензин АИ 212 теңге, 92 179 теңге. Біз скорее осы 92 істейтін шығамыз. Так, полный бак газ жасадық қазір. Километражды нолға түсірдік. Енді кеттік, жүреміз. Так, қазір мен 58 шақырым жүрдім. Осы 58 шақырымның ішінде таксовать етіп қанша ақша тапқаным жайында айтайын ба, жоқ әлде оған бір бөлек выпуск жасаймыз ба? Пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. 1208 теңгеге құйылды ровно. Яғни 10 литр газбен ровно 121 шақырым жүріп өттік. Енді қазір есептейміз, қанша болатын. Так, бізде 10 литр газды біз 121 шақырым жүрдік. 121 шақырым жүрдік. Сонда бізде ровно 8 литр шықты ғой. Яғни біз 100-ге қазір мәшінеміз 8 литр жеп тұр. Достар, бүгінгі күнді қорытындылайтын болсақ, бізде 100 километрге 8 литр газ жейді екен. Ол қала ішінде жүрген кезде, яғни таксовать етіп жүрген кезде. Сонда бізде получается 100 километріміз 960 теңгеге айналып шығады екен. Ал бензинмен неше болатынын ертең көреміз бұйырса. Ассалаумағалейкум, бүгін 2-ші күні біздің тестіміз, яғни қазір 92-ші бензинді полный бак құямыз. Толды ма? Полный бак құйдық, қазір бұйырса енді 100 км жүріп тексереміз. Мінекей бензин полный бак жасадық, бұйырса енді 100 км жүреміз, сосын тексереміз. Сонымен 1220 теңгеге бензин құйдым. Ана жерде счетчикте өшіп қалыпты, түсіріп алайыншы деп едім. 1220 теңгемен 143 шақырым жүріп өттік біз. Газбен қанша жүргенім есімде жоқ, кеше. Қазір есептейміз бұйырса. 1220 теңге 183 теңгеден есептеген кезде 6,5 литрға грубо расход жасайды екен. Ол қаланың ішінде таксовать еткен кезде. Сонда сіздің 6,6 литрді 183 теңгеге шаққан кезде 1207. Яғни сіздің 100 шақырымыңыздың сумасы 1207 теңге болады. Қалай болды? Бізбен газбен жүрген 100 шақырымға 960 теңгеге кетеді екен. Ал бензинмен жүрген 1200 теңге ғой грубо. Енді қараңыздар, 1200 теңге 960, 240 теңге разница ғой сонда. 1000 жүретін болсаңыз, 1000 шақырым жүретін болсаңыз 240 теңге, оған ар жағынан қосып 2,5 мың теңге сіз эконом жасайсыз. Газбен, бензинмен жүрген кезде. Сонда сол эконом сізге пайдалы ма, жоқ па? Лучше бензинмен жүре берейін, өйткені газының деп ойлайсыз ба? Астына пікір қалдырып кетіңіздер. Видео ұнаса сіздерге лүпілдеріңізді басып, каналға тіркеліп қойды ұмытпаңыздар. Менің видеомды соңында дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Алдыда бұйырса тағы да осы сияқты қызық тесттер жасап тұрамыз. Келесі жолы қандай тест жасайық? Өткенде мен айтайын, бір күндік таксовкамен қанша табуға болады, қанша шақырым жүресің, қанша комиссиясы болады, сол нәрсені түсірейін ба, түсірмейін ба, оны да астына қалдырып кетсеңіздер болады. В общем, сіздермен болған Ғани Байсал. Ассалаумағалейкум.